қабылданған. Талап қоюшы Мұханғалиева Ақбаян Мақсұтқызы, жауапкер Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлы неке бұзу туралы. Сотқа қатысқан талап қоюшы Мұханғалиева қатысқан, өзі Ақбаян 2022 жылы Ақбаянның психикалық еңсау. Тараптардың арасында неке қиылып, ол Махамбет аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесінде 2016 жылғы 20 мамырда тіркелген. 2022 жылы шілде айынан бастап тараптардың некелі қарым-қатынастары тоқтаған. Араларында ортақ мүлікті бөлу туралы дау жоқ. Балаларға алимент өндіріп алу туралы сот беруі шыққан. Талап қоюшы өзінің талап арызында Мұханғалиева Ақбаян некені бұзу талабымен жүруіне, жауапкердің некелі қарым-қатынаста адал болмауы, өзара түсіністіктің жоқтығымен, ешқандай да отбасылық өмірдің жоқтығымен байланыстырған. Жауапкер талап қоюға берген пікірінде талапты мойындап, некені бұзуға келісетінін көрсеткен. Яғни Сәрсемалиев. Сот отырысында Мұханғалиева Ақбаян WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтыққа қатысып, талапты қолдап, берген түсінігінде талап қоюда уәждерін келтіріп, жауапкерге деген ешқандай сезімінің қалмағанын, өзіне опасыздық жасаған әрекетіне жиіркенетінін, онымен бір отбасы ерлі-зайыпты болып тұрғысы келмейтінін, татуласуға берілген мерзім нәтижесі болғанын айтып, некені бұзу туралы талабын қанағаттандыруды сұрады. Жауапкер Сәрсемалиев бірінші сот отырысына қашықтықтан қатысып, опасыздық жасаған әрекетін ағайынды тумаға жария етпей, зайыбының құпия сақтауға болатынын, алайда олай жасамағанын, әйел ретінде қатып қалған ұстанымы барын, өзіне санаспайтынын, онымен тіл табысып, отбасы болып тұра алмайтынын айтып, некені бұзуды сұрады. Кейінге қалдырылған сот отырысына WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтықтан қатыса алмайтынын, істі өзінің қатысуынсыз қарауды сұраған. Сот шешімімен талап қоюшы Мұханғалиева Ақбаян Мақсұтқызының жауапкер Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлына некені бұзу туралы талабы қанағаттандырылып, аралығында неке бұзылған. Осы сот шешімін құрметсот іс материалдарын тіркеуге сұраймын. Себебі қазіргі таңда бұл өте қажетті деп санаймын. Енді жаңа айтқан акция бойынша барлығы осы Сәрсемалиев пен Мұханғалиева деген отбасына адал болмауы, содан туындап ұрыс-керістің жанжалдың барлығы осыдан басталып отыр. Сондықтан қазіргі таңда сот процесі кезінде Сәрсемалиев өзінің отбасына адал болмағаны жөнінде сот процесінде мойындамады. Қазір сот шешімінсіз жария етіп отырсыз. Бұл жерде өзінің жауабы да бар екен Сәрсемалиевтің. Сондықтан сот шешімін іс материалдарына тіркеуге сұраймын. Пасопарма айтып отырады. Айту актісін оқытсаңыз, өзгеріс бар. Істің мән-жайын баяндаған кезде де Мұханғалиев Наурыздың жәрдемақысын заңсыз алып отырған деген бапқа сізге интернет алаяқтық деген бөлікті қосқан, яғни ақпаратты жүйені пайдаланушыны алдап арқылы алды деген. Содан кейін Өтешқалиева Нәсіппен Қарабалин Мақсұтты өлтіру бабында сізге 99 баптың 2-ші бөлігі 10-шы тармағын қосқан. Яғни басқа оның алдында Наурызға қатысты жасаған қылмыстарын жасыру үшін өлтірді деді. Екеуінің зейнетақыларын заңсыз алып отыр деген бапқа 190 бабының ақпараттық жүйені пайдаланушы алдап арқылы алды деп жаңа сізге сол бөлікті қосқан. Бұдан басқа Қарабалина Мейрамгүлді өлтіру эпизодына сізге 99 баптың 3-ші бөлігі 3-ші тармағын және де 10-шы тармағын қосқан. Ақыл есінің кемдігі және аяғынан алғасы бойынша 3-ші топ мүгедек адамды өзінің психикалық жағдайымен дене бітіміне қарай өзін қорғай алмайтын адамды қасақана өлтірді, яғни Дәрменскийдегі адамды. Сонымен қатар басқа қылмыстарын Мейрамгүл өзінің ата-анасына қылмыстарына баратын кезде оның ата-анасын өлтірген қылмыстарын жасыру үшін, басқа қылмыстарын жасыру үшін өлтірді деп сізге 10-шы бөлікті қосқан. Мал сату айыбы сізде алаяқтық болған, оны қазір мемлекеттік айыптаушы мал ұрлығына ауыстырып отыр. Жәрдемешілердің малдарын сатып жүрген эпизодты сізге мал ұрлық бабына ауыстырып отыр. Мейрамгүлдің
көжені пайдаланушыны заңсыз алдап отыр деген бапты қосқан, бөлікті қосқан. Және сіздің жаңа айыптау бойынша жазаңызды жеңілдететін материалдар өтеге проект бойынша алып тастаған. Түсінді ме? Бірақ бұны толықтай танысып оқыңыз. Қылмыстық процестік кодекс 340 бабының талабына сәйкес сот сіздерге танысуға уақыт беруге міндетті. Жаңа айыптау актісі бойынша келесі процесте Сатим Али, бұл айыптарды сіз мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба, және қайтадан жауап бересіз ба, жауабыңызды толықтырасыз ба, әлде мүлдем басқаша жауап бересіз ба, оған және жаңа айып бойынша сотқа ұсынатын дәлелдемелеріңіз болса, дәлелдемелеріңізді ұсынуларыңызға болады. Айыптау актісін